Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Өте жақсы. Бүгін сабағымыздың тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Сабақ мақсаттары. Сен білесің, зат есімді есіңе түсіресің. Зат есімнің тәуелденуін анықтайсың. Қане балалар, ойланайықшы. Зат есім дегеніміз не еді? Ал балалар, зат есім қандай сұрақтарға жауап береді? Мынау тұрған кімнің суреті? Не байқадыңдар? Өте жақсы. Бұл кім? Бұл дәрігер. Яғни зат есім дегеніміз заттың, құбылыстың атын білдіреді екен. Зат есімнің сұрақтары кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді екен, иә? Ал зат есім тұлғасына қарай нешеге бөлінеді, құрамына қарай нешеге бөлінеді екен, атауына қарай нешеге бөлінеді екен балалар? Ойланамыз. Өте жақсы. Зат есім тұлғасына қарай негізгі және туынды зат есім деп бөлінеді. Ал құрамына қарай дара зат есім, күрделі зат есім. Ал балалар, зат есім атауына қарай екіге бөлінеді екен. Жалқы есім және жалпы есім. Жалқы есім дегеніміз не еді? Өте жақсы. Адам аты, жер-су аттары жазылады, мысалға Асан. Ал жалпы есім дегеніміз жалпылама айтатын сөздер. Өзен, кітап. Қане балалар, мұқият тыңдап, назар аударамыз. Қазақ тілінде зат есімнің тәуелдік жалғаулары. Жалпы тәуелдік жалғаулар дегеніміз заттың біреуге не болмаса бір нәрсеге меншікті, яғни соған тиесілі екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар деп атаймыз. Тәуелдік жалғаулардың үш жағы болады. Бірінші жақ менің, екінші жақ сенің, сыпайы түрі сіздің, үшінші жақ оның. Ал тәуелдік жалғаулар жекеше, көпше түрге бөлінеді. Жекеше түрі бірінші жақ ім, екінші жағы ыңыз, іңіз, үшінші жақ с. Көпше түрі бірінші жақ іміз, екінші жақ іңіз, үшінші жақ с. Яғни балалар, бұл жерде көпше түрінде менің деген сөз біздің дегенге ауысады. Сенің деген сендердің, сіздің деген сөз сіздердің, оның деген сөз олардың деген сөзге ауысады балалар. Түсіндік пе? Балалар, есте сақтаймыз. Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңындағы қатаң п, к, қ дыбыстары ұяңға өзгереді. Топ, тобы, жүрек, жүрегі, қалақ, қалағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Халық, халқы, әріп, әрпі. Ендеше балалар, кітап сөзін үш жақта жекеше, көпше түрде тәуелдейік. Жекеше түрі менің кітабым, сенің кітабың, сіздің кітабыңыз, оның кітабы. Көпше түрде біздің кітабымыз, сендердің кітаптарың, сіздердің кітаптарыңыз, олардың кітаптары. Ал ендеше балалар, келесі слайдқа назар аударамыз. Келесі жаттығу бойынша сендер домбыра сөзін жекеше, көпше түрде тәуелдеңдер. Олай болса балалар, алдыңғы тапсырманы тексеріп алайық. Менің домбырам
Сенің домбыраң, сіздің домбыраңыз, оның домбырасы. Көпше түрде біздің домбырамыз, сендердің домбыраларың. Сыпайы түрі сіздердің домбыраларыңыз, олардың домбыралары. Қанеки балалар, сендердікі де осылай шықты ма? Жарайсыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Жақшаның ішіндегі сөздерді дұрыстап қойып, тәуелдеп жазамыз. Қане балалар, жазып болсақ тексереміз. Біздің халқымыз бақытты. Сенің дауысың естілмейді. Менің уақытым болмады. Мемлекеттің мүлкін шашпа. Ораз ерінін жыбырлатты. Балалар, сендердікте осылай болды ма? Үй жұмысы 41-ші жаттығу. Жұмбақтың шешуін тауып, тәуелді зат есімдерді тауып, түбір сөздің соңғы дыбысының өзгеру себебін түсіндіріңдер. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сау болыңдар балақайлар.